Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Секаға, Қазақстанда қымбатшылық қашан тоқтайды? Қазақстанда қымбатшылық қашан тоқтайды? Назарбаевтың әулеті Қазақстандағы бүкіл байлығынан арылғанда, Тоқаев тұтасымен биліктен кеткенде, мынау билікте отырған Назарбаевтан Тоқаевқа аманатқа қалған қалың нұротаншы, қалың ұры-қары қарақшы, қалың парақор судья, өңкей топас жағымпаз, осы министрлер, бүкіл депутаттар, бүкіл облыс аудан әкімдері, бүкіл полиция кембі тұтасымен қызметтен кетіп, бәрі жаппай тұтқындалып, халықаралық әділ сарапшылар мен тәуелсіз бақылаушылардың қатысуында барлығына қылмыстық іс қозғалып, барлығы айлар жылдар бойы тергеліп, сотталатыны сотталып, атылатыны атылып, қамалатыны қамалып, орнына су жаңа жастардан ұйымдасқан ауыл, аудан, облыс, республикалық билік құрылымы жасақталғанда, қазақ халқы шынайы тәуелсіздікке жеткенде Қазақстандағы бүкіл мәселе шешіледі. Қымбатшылық та шешіледі, жерсіздік те шешіледі, азық-түліктің қымбаттауы, ақшаның құнсыздану, жұмыссыздық та шешіледі. Жастарымыздың барлығын, кез келген қазақтың жасын өзі қалаған Еуропа, Америкадан оқуға, мемлекет есебінен оқытуға мүмкіндік болады. Ең қарапайым, білімсіз, сауатсыз деген ең қарапайым қазақтың өзі мемлекеттің жерасты байлығы, мұнай, газдан, уран, алтын, күмістен түскен пайдадан игіліктенеді. Жаңа туған балалардың әрқайсының есепшотына $500,000-дан $1 миллионға дейін ақша салатын, тура қазақ халқы ішсе алдында, ішпесе артында болатын нағыз уайымсыз, қайғысыз сондай бір кезеңді мына қазіргі сәбеттен Назарбаевқа мұраға қалған, Назарбаевтан Тоқаевқа аманатқа қалтырылған, мынау өңкей қолынан боқ келмейтін, ұрдаған жырдағаннан басқаны білмейтін, коррупцияға, іріп шіруге әбден белшесіне дейін батқан, бүкіл осы қазақ халқын теспей сорып, осы қалың сұмырайды құртқан кезде қазақтар нағыз азаттыққа жетеді. Сол кезде бақытты өмір басталады. Ал мына сұмырайлардың біреу билікте отырған кезде ешқашан бақытты өмір аңсамаңыздар. Қымбатшылық, анау, мынау, нақақ соттау, үркіту, қорқыту, цензура, бүкіл пара, мынау, докторхана, мектеп, университет тұтас қоғам пара, өңкей жаңа сот, судья, полиция пара, кембі пара. Бұл жүйені тек тас талқан шығар, басынан бақайшығына дейін шағып, бүкіл министр, депутат, Назарбаевтың әулет үрім бұтағынан түк қоймай соттап, Тоқаевтың айналасындағы жағымпаз, мағымпаз бәрін түрмеге қамап, бәрін халықаралық әділ сарапшыларменен бейтарап бақылаушылардың бақылауында айлар жылдар бойы тергеп, қылмысты болса соттап, қылмыссыз болса жіберіп, тіпті ең жазықсыз, ең қылмыссыз дегеннің өзін Назарбаевтық, Тоқаевтық режимде жұмыс істегендерді тұтасымен ендігі арсаған ауылда чопыр болғаннан басқа қызмет жоқ деп жаңағы жібермейінше, су жаңа былғанбаған жастарды билікке әкелейінше Қазақстан оңалмайды. Менің сөзім осы. Ал тағы қандай сұрақ бар? Байқоңыр не болады дейді. Орысты құлатсақ, Байқоңырды алып аламыз ғой. Байқоңырды алып аламыз. Сосын бірде-бір ракетаны ұшырмаймыз болды. Байқоңырдың да ракета ұшатын орталық болғаннан бізге бір тиын пайда болған жоқ, керісінше миллиондап киігіміз қырылды, миллиондап қазағымыз қырылды, бүкіл еркекті бедеу, әйелді бедеу, еркекті белсіз қылды, бүкіл аңға дейін өлді, түйенің жаңа інгені іш тастады, құстың жұмыртқа сіріп кетті, сол Байқоңырдан төгілген гептилден. Мына орыстың қазаққа жасаған зияны сұмдық осы. Түк ештеңе болмады дегенде жылына 2 ракетаны әдейі құлатады, әдейі құлатып қазақ даласын гептилмен улап отыр. Семейде жаңағы 500 бәлен атом жарғанның сыртында Байқоңырдан жылына 2 ракета құлатып, сол қазақ халқын өспесін, өнбесін, көктемесін деп өмір бойына сол қазақ халқын сол 15 миллионнан асыртпау ұстау, орыстың жаңағы асыртпай ұстау, 15 миллионнан қазақты асыртпай ұстау, бар қазақтың өзін көгертпеу, көктетпеу, санымызды молайтпау орыстың мақсаты. Сондықтан Байқоңырды Ресейден аламыз, сосын бітті. Байқоңырдан ракета ұшырылмайды. Бүкіл ракетандық жаңа ұшыру алаңдарын тек мұражай қылып жасап қоямыз, болды. Қазақтың қасіретінің мұражайы болып қалады. Демократиялық жүйе орнату үшін не істеу керек? Демократиялық жүйе орнату үшін алдымен халықты саяси ағарту керек. Сосын бүкіл партизандық ұйымдар сияқты ячейкалық ұйымдар құру керек. Бір аттанмен, бір ереуілге 1 миллион қазақ шығатындай болу керек.
кәдімгі сіз дос жараныңыз, туыс туғаныңыздан ұйымдасқан топ жасақтайсыз. Әрбір қазақ. Біз жасақтаймыз. Әрбір қазақ өзінің жаңағы кәдімгі партиялық жүйесі сияқты, кәдімгі бұрынғы анау соғыс кездерінде құпия ұйымдар болады ғой. Үстіңде бір адам болады, сенің астыңда екі адам болады, сен үстіңді танисың, оның үстін таның. Астыңда екі адам болады. Енді ондай өте құпия емес. Кәдімгі ашық түрде ұйымдасқан, идеологиялық бір жора жолдас, дос жаран, туыстама ұйымдасқан ячейкаларды құрып, бір күнде 1 миллион адам ереуілге шығатындай жағдай болғанда, тұтасымен Қазақстанның билігіндегі мына бүкіл арамза, бүкіл ұры, бүкіл парақор, бүкіл нені мына жағынан тырқыратып алай, ана жағынан тырқыратып былай айдап, соттайтын соттап, жаңағы Қазақстанда нағыз таза, әділ демократиялық жүйе орнатамыз. Міне. Жемқор ел болды, қанша уақытта дами аламыз дейді. Лайбгуд бір деген. Лайбгуд мен айтам, бұл жемқорлық жүйені Назарбаевтық, Тоқаевтық кланды тұтасымен түрмеге тыққанда біз дамимыз. Таза әділ сайлау болғанда, бүкіл байлық халыққа ашық, жаңағы бөлініп берілгенде, бүкіл өздерің сияқты жастар Еуропа, Американың қалаған оқу орнынан мемлекеттің қаржысымен оқитын болып, кез келген түк іштенке қолынан келмеді дегенде барып, Оңтүстік Корея мен Жапонға барып оқып келдім дегенде. Мен жаңағы Франциядан, Германиядан оқыдым десе, екінші деңгей екен ғой. Мықты болсаң Америка, мен Англияда оқымадың ба деп. Мен Жаңа Зеландиядан оқып келдім десе, ой, бейшара балың толмай қапты ғой. Австралия мен Жаңа Зеландияға 3-4 категория барып оқитын дейтіндей. Бүкіл қазақтың ең нашарының өзі сол Австралия, Канадаға барып оқитын. Бәрін өкімет шешетін. Мынау дәл қазір мына Араб Бірлескен Әмірлігі, Саудия, Дубайларын сөйтіп, мына мұнай мен газдың табысымен халқын оқытып жатыр. Міне осы Арабтың адам бармайтын, айдаған есе қуған ит бармайтын ең ауылындағы баласы мына Америкадағы ең қымбат оқу орнында ақысын төлеп, анау 5 жұлдызды қонақ үйде жатып оқып жатыр. Соның бәрі мемлекет төлеп жатыр. Міне бір өзінде бәлен жеке тәрбиеші, жаңағы ағылшын тілін маған жетілдіретін, акцентімді дұрыстайтын, оған мемлекет төлейді. Акцент дұрыстайтын, сөздік қорды көбейтіп беретін, мына коммуникацияны үйрететін, бәрінде жеке тәрбиеші, бәрін мемлекет төлеп оқытып жатыр. Біз де қазақты сөйтеміз. Сөйтіп қазақ бүкіл Орта Азияда ғана емес, бүкіл дүние жүзінде ел қазақ болсам екен деп, жаңа қазаққа тұрықсайтындар, мен қазақпын деп сыртта жүрсе айтатын, мақтанышпен айтатындай. Қазақтар осы бай, бақытты, білім десең білім бар, жаңағы ақша десең ақшасы бар, елінде әділ сайлау бар, медициналық қызмет ең жақсы, бүкіл керек десең сол дүние жүзіндегі ең мықты медициналық маман, ана біздің ең нашар ауылымызда отырып, ауылдың қарт жаңа тізесін баса алмай қалған ата әпемізге, ата, тітіңіз дақты болды ма деп жаңағы тілін бұрап отырып қазақша сөйлеп қызмет көрсететіндей сондай керемет жағдайды жасау үшін мына Назарбаевтық, Тоқаевтық дүниені тасталқан шығарып құлату керек, одан басқа жол жоқ.